Әйел адамның әшекейі, ал көйлегі оның куәлігі. Келісесіздер ғой. Сенбілік серуен бағдарламасының бүгінгі қонағы қыз-келіншектерді сәнді киіммен қамтамасыз етіп жүрген, олардың көңілдерін әдемі көйлекпен көркейтіп жүрген отандық сән үйінің негізін қалаушы Нұргүл ханым. Қайырлы күн, Нұргүл ханым. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн, жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалай? Жақсымыз. Бүгін сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сонымен біз бүгін сұхбатымызды бастаймыз. Нұргүл ханым, енді қазір уақытта, энергияда тапшы уақыт. Әсіресе кейбіреуі күзбен байланыстырады, кейбіреуі уақыттың тығыздығымен байланыстырады. Әйел адам шалбар киген сайын жерден алатын энергиясына бөгет болады екен. Бұл орайда сіздің айтар ойыңызды білсек, белдемше киген, көйлек киген әйелдің жаны нәзік, болмысы бөлек болып тұратыны рас қой? Әрине ол рас. Мысалы үшін өзімізде қыз-келіншектерге, апаларымызға неше түрлі біздің дәстүрлі қос етекті бүрмелі көйлектерін тігіп жатамыз ғой. Ылғи көйлекпен жүретін кісілер болады. Енді жас қыздар ғой бізде көбінесе шалбар киетін. Бірақ олар да келін болған кезде, әйел болған кезде ол нәрсені түсінеді. Олар да көйлек киеді. Керемет. Өткенде бір сұхбатында бізге берген Зейнеп Ахметова апамыз айтып еді, мешітке де Құран оқытылатын, ас болатын жердің барлығына шалбармен барады, мұқымдарын өлшеп қояды, соған жаным ашиды деп. Осы орайда қазір біздің ұлттық киімдерге сұраныс көп сияқты, бұрынғыдай емес, қазір қазақыланып бара жатқан сияқтымыз. Сіз қалай ойлайсыз? Өте дұрыс айтасыз. Қазір мен тіпті соған қуанамын. Біздің басты мақсатым да мен өзім сондай болған. Өйткені мен осындай бір ұлттық киімдерге, яғни ұлттық нақыштағы мен заманауи дәстүрден ұштастыра біліп, соны халыққа паш ету болды. Мінекей сол мақсатымызға қазір жетіп отырмыз деп айта аламын. Біздің мақсатымыз да сол болды. Қазір енді көп той-томалаққа, жаңағы ас болсын, не болсын, біздің түрлі әшекейлеріміз, көйлектерімізді алып жатады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Енді ол кісі көп астарға нелерге барады, енді көріп жататын шығар, енді біз қуантайық елді. Қазір өте көп сұраныс, жақсы. Қыз-келіншектер де, жас қыздар да, енді үйленіп жатқан, сырға салынып жатқан қыздардың өзі бізден сандығыма салам деп 10 түрлі көйлек, әшекеймен, орамалмен алып кетіп жатады. Мінекей, біздің ұлттық киім ұпайдан ұтыс қалып жатқан жоқ дейсіз ғой? Әрине. Қазір енді тренд дейміз, бренд дейміз, әрқайсысы бір жаңашаланып, дараланып тұруға асығады. Бірақ мынандай сіздің үстіңіздегідей керемет киіммен, көркіне көрік қосатын сияқты. Үстіңіздегі шапан туралы айта кетіңізші. Енді үстімдегі шапаны көріп отырсыз, біздің ұлттық нақыштағы оюымызбен әсемделген, таза тылқы дейміз, орысшасы енді алматылықтар памбарх деп жатады. Сондай табиғи жібек матасы, астары да табиғи жібек матасынан тігілген. Бір қарасаңыз, кетіп бара жатса бір заманауи үлгідегі сияқты, бірақ қазақи біздің бір нақышымыз қосылған. Әсіресе біздің елімізге қазір жан-жақтан келіп жатқан келімсектер көп. Біз өзіміздің ұлттық киімдерімізді көбірек насихаттасақ керемет емес пе? Әлбетте, енді қазір мен айтпаймын, бізде деген барлығы шетелдің киімдеріне, шетелдің брендіне, трендіне қызығады деп. Керісінше біздің мақсатымыз да сол ғой, біздің қазақилығымызды таныту. Осы бізде енді бұрын барлығы Турциядан келгенде, және Бишкек, Россия. Енді қазір Аллаға мыңда бір шүкір. Біз ғана емес Қазақстанда отандық сән үйі болсақ, бізден де неше түрлі сән үйі бар. Керемет қазақи нақыштағы батыстағылардың өзін білесіз, сондықтан күннен күнге бізге спрос дейді ғой, өте көп деп айта аламыз, және бәсекелестік те бар. Бұл қуантады. Ал сіздің өнімдеріңіз несімен ерекше, соған тоқталыңызшы? Менің жаңа айта өткендей, бізді барлық бұйымдарымыз, қай бұйымызды алып қарамасаңыз да, бізде бір ұлттық құндылықтарымызбен, бір ұлттық нақышта, барлығы солай. Бізде тіпті алқалар бар қазақша үлгідегі. Бізде көрпелер, жастықтар бар, қыздың сандығының артынан алып барғанға. Тіпті ер адамның жейдесі де бар. Ер адамның жейделері де бар. Ол жейденің өзін көрсеңіз, әрбір элементтерінде жаңағы біздің ұлттық оюларымыз түскен. Сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа қаншама бренд бар, тренд бар, бірақ бәрі ерекшеміз деп. Расында да бүгінде қай бір жиынға барсақ та, отандық сән үйінің киімдерімен қыздар көлбеңдеп жүреді, көріп сүйсінесің, қуанасың. Бірақ та соның негізін қалаушының басынан қандай қиындықтар өткенін көп адам біле бермейді ғой. Соған тоқталсаңыз, аядай жерден басталған үлкен арманға жалғасқан қызметіңіз туралы. Енді біз отандық сән үй десе бәрі біліп жатады. Бірақ жаңағы жұмыстағы менің өзімнің администратор қызым айтады да, клиенттер келіп сұрайды, осы бастықтарыңыз кім, қай жылғы деп сұрап жатады. 95 жылғы осындай десе таңғалып жатады екен. Үлкен апа, үлкен әпке деп көз алдарына солай елестетеді екен. Ол ата-ананың тәрбиесінен шығар.
бәлкім енді. Өйткені жаңағындай салт дәстүрдің сарқытын сақтаған, қарапайым бір жақсы отбасында тәлім тәрбие көрген қыз әдетте образдың барлығын солай көреді ғой. Бәлкім содан шығар. Енді қиындық ол кез келген бизнесті бастаған кезде ол міндетті түрде болады. Ол қазір бізде де осы дизайнері, киімдік саласында болмасын, кез келген саланы алып қазір біз қарайтын болсақ, кез келген саланың өзінің бір қиындығы болады. Барлығы осы салаға топ етіп түсе қалып, керемет болып жанданып кеткен ешкім жоқ деп ойлаймын. Ол қиындықтың әрине болды менде басында 1 жыл десем болады. 1 жылдан кейін аяққа тұрып кеткен. Бірінші жаңағы өзіме кішкентай ғана орын алдым. Ол жақта тігіп жүрген кезде арендасын төлемей үйге келдім. Әйтеуір есімде балконды босатып берді анам. Сол балконда тігіп жүрдім. Содан үйдің бәрін шаштың, үйттің дегеннен кейін әкем бардым. Оның барын жинап қой құрсын, қайтадан мен бірдеңке істеуім керекпін деп қайтадан барып бір орынды алдым мысал үшін. Сөйтіп істеп жүрдім, өзім көйлектерімді іліп қойып жүрдім. Енді заказ түсе бастады. Ол бір кездері болды мысал үшін. Заказ берген матаң ондай болып келмей қалады мысал үшін. Клиенттің ойынан ол шықпай қалады. Сол бұрынғы орам ондай болып келмей түсі өзгеріп келіп қалатын болады. Ол кезде сенің уже ақшаңның барлығы күйіп кетеді мысал үшін. Кейде болды мысал үшін басында аренда дейміз ғой, енді барлығы арендада ғой. Сол аренданың ақшасы шықпай қалған күндерде болды. Ол неше түрлі қиындық ол бастан өтеді ғой. Соның барлығынан өтіп қазір аяқтан нық тұрып уже Қазақстанның енді түкпір-түкпіріне қазір жіберіп отырмыз. Бірі қуантатыны қазір бұрын бізде енді батыс бірінші орында тұратын, бізден киім алушылардан, біздің тұтынушыларымыздың барлығы енді батысты білесіз ғой, олардың басынан аяғына дейін кигендері бір қазақи нақыштағы орамалдардың өзіне дейін түрлі-түрлі сәнді, енді оған қазір Алматы қосылды десем болады. Алматыда қалыс қалар емес, қазір Алматыдан клиенттеріміз өте көп, және оған біздің солтүстікте қосылып жатыр. Бүкіл еліміздің аймағын қамтып отырмын дейсіз ғой, ұлттық брендпен. Керемет, қуаныштымыз. Бір Әзілхан Нұршайықовтың әдемі әңгімесі бар екен. Жібек көйлек киген әйелдің бәрінің бірдей жаны нәзік бола бермейді деп. Кейде мынау күйбең тіршілік, адамдарға көңіл қалушылық, күткеннің орындалмай қалуы әйелдің жанын қатайтып жіберетін сияқты. Әлде әйтеуір нәзіктіктерінен әлдеқайда іскерлікке қадам басам деп болмыстарын жоғалтып алып жатқан сияқты. Сіздің осы пікірге алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарым бар, ол кісіні мен негізі қосыламын. Жібек көйлек кигеннің барлығы нәзік бола бермейді деген ол рас, өйткені біздің келген тұтынушыларымыздан көрсек болады, бізде Алматы қаласында, яғни біз тапсырыс беретін болса, біз примеркамен жасаймыз. Олар әлбетте міндетті түрде менің постоянно бутикте болмасам да олар біздің цехымызға келеді. Тігін цехында мен боламын өзім, көзім қиығын салып қоямын, қыздар қалай жұмыс істеп жатыр, қандай клиенттер бізге келіп жатыр деген сияқты. Сол кезде біздің жаңағы тұтынушыларымыз келген кезде келдер өте керемет биязы бір жаңағы бізден енді көйлектерін алып жатады, рахметін айтып жатады да. Бірақ бір бутикке келген кезде сол кісі деп айтады ғой енді маған. Енді бір тірліктерін сөйлеген сөздерін естіген кезде жағаңды ұстап таң қалып жатасың. Мысалы үшін осыдан 2-3 ай бұрын болды, біздің сөйтіп алып жүрген клиентіміз баласымен келіпті бутигімізге. Енді әр бутикте үлкен айна тұрады ортада. Ол айна яғни клиенттердің өзінің үстінде көйлекті көру үшін арналған. Енді бутикке кейбір кісілер балаларымен келеді ғой, бала шағасымен. Бала шағасымен келген сөзде баласы біздің айнаға енді ластап тұрған ғой айнамыздың бетін. Түкірігін шашып ластап тұрса, ой бұна балаңыз не істеп жатыр деп біздің енді сатушы қызымыз жүгіріп жүрсе, қой деп айтыңыз, алыңыз десе, қой деп те айтпаған, ал деп те айтпаған, менің баламдікі дұрыс деп көйлекті жерге тастап, баласын қолынан ұстап, мысалы үшін шығып кете берген. Сондайларды көргенде ойлайсың, сырттан қараған кезде қандай әдемі нәзік әйел, қандай керемет, мысалы үшін қазақи біздің көйлектерімізді киіп жатыр, бірақ істеген тірлігін, қасындағы әлі кішкентай қаршадай ғана өсіп келе жатқан баласына берген тәлім тәрбиесін көрген кезде жүрегің ауырады шынымен. Ол рас. Қазір біздің тәлім тәрбиенің ақсап тұрған тұсы сол. Мұғаліммен де жағаласып кетеміз, сыртта балаға сын айтылса, сол кісімен де жағаласып кетеміз, бірақ өзіміздің ішіміздегі қателік кемшілікпен күресуге дайын емеспіз, өкінішке орай. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, көйлектер көздің жауын алады, әрбір салтанатты жиынның, күнделікті өмірдің көркі десек болады. Өзіңіздің үстіңіздегі киімнің өзіне де сүйсініп отырмын. Жасыратын жоқ, кімнің дизайнер екені осы салада көрініп тұрған шығар. Дизайнер деп айтып қалдық, енді көп адам түсіне бермеуі мүмкін. Интерьер дизайны бір бөлек, киім дизайнері бір бөлек, бірақ сол киім дизайнерлерінің де қиялынан туатын жұмыстары әртүрлі. Ең қиын мамандық адамдық дейді ғой, бірақ та сіздің мамандығыңызды
сізді түсінетін жан жоқ шығар, соған бір тоқталып өтсеңіз. Иә, киім дизайнері ол енді өте бір бөлек әңгіме. Киім дизайнері әрине екінің бірі бола бермейді, оған сенің қиялың, әлемің бәрі сонымен ұштасып тұру керек. Енді осы мамандыққа келетін болсам, киім дизайнер дейміз, осы отандық сән үй дейміз. Ал осы отандық сән үйінің артында бізде 30 қыз бар. Осы жұмыс жасап отырған, осы сіздердің, осы біздің тұтынушыларымыздың көйлегін тігіп отырған, әрбір осындай моншақтарын көз майын тауысып тігіп отырған, мен қыздарыма үнемі айтамын, ең адал жұмыс қыздар, ол сендердің жұмыстарың. Ол яғни біздің жұмыс. Ешкімді алдамайсың, арбамайсың, ешкімнің артық еңбек ақысын жемейсің. Таза өзіңнің еңбегіңді аласың. Мысалы үшін әр көйлектің өзінің пресс-куранты бар, тігілетін, заказға қалай тігіледі, ол магазинге қалай тігіледі, кім өзі не тігеді, соған тиесілі еңбек ақысын алады. Сондықтан да мен айтар едім, ең адал жұмыс деп бұл, ең ризашылық, рахмет алатын жұмыс. Көбінесе жұмыстар қаншама адам осы жұмыс атқарып жатыр, бірақ көп адам жұмысында рахмет алады деп айта алмаймын. Мысалы үшін офисте істеп жүрген адамдар барады, келеді, ай сайын счеттарына зарплатасы түсіп тұрады. Оны ешкім не атқарып жатыр, қандай жұмыс, рахметлі айтылып жатыр ма, мысалы үшін ол бір түсініксіз, ал енді біздің жұмысты қараңызшы, клиенттер келеді, примеркасын алады, одан көйлегін киіп аман есен тойын атқарады, қандай керемет қыздар, неше түрлі апалар, үлкен кісілер, қыз келіншектер, сіздердің көйлектеріңізбен әдемі болып тойымызды аман есен атқардық, рахмет сіздерге. Қолдарыңызға дерт бермесін деп, жаңағы алға қарата ұмтыла беріңіздер, керемет биіктерден көріне беріңіз деп батасын беріп кетеді. Мінекей сондай кезде біз марғайып қаламыз. Керемет сезімде боламыз. Оның өзі бізге кәдімгідей рухани демеу. Демеу да, ондай, оның өзі өте керемет сезімде боласың. Мінекей рахметін аласың, елдің алғысын аласың. Ешкімнің еңбек ақысын артығын жемейсің. Өзіңе тиесілі нәрсе, қыздар айлығында солай алады, мысалы үшін. Сатылған көйлек те солай, мысалы үшін, әр көйлектің бағасы бар өзінің, Шикізаттың өзі арзан тұрмайтын заман қазір, әрбір моншақтың өзі, ине жіптің өзі, адам еңбегін айтпағанның өзі. Сол мен айтайын дегенім сол барлығы осы жаңағы еңбек менің 30 қызымның арқасында деп айтар едім. Мінекей телмірі отырып, иненің көзінде отырып, моншағын тігеді, заказ уақытысында тігіп береді. Әрине басында барлығын бастаған кезде өзім істедім, қаншама шәкірттерімді үйретіп алдым өзіме, біліп келгендер де бар мысалы үшін. Мінекей ұжымды солай көбейтіп алдық. Сондықтан да біздікі ең алғысы бар, рахметі бар, адал еңбек деп айта аламын. Еңбегі елдің алдында жарқырап көрініп тұратын дейсіз ғой, шынында да сүйсініп отырмын, керемет жұмыстар. Енді көбіне айтып жатамыз, жаңа кәсіп бастағысы келетіндер көбі жаңа сайтта, интернетте, жаңа ел ішінде аралап, ал сізді өздері іздеп келетін тұтынушылар көп бүгінде. Жетістікке жету үшін кейде ер адамның артында бір мықты әйел тұрады дейді, ал кейде жетістікке жетіп жатқан әйелдің соңында уәдесіне тұрмайтын ер тұрады дейді, бірақ сізде олай емес сияқты. Сол туралы айтыңызшы. Мүлдем олай емес. Оны мен нақты 100% айта аламын. Енді бастапқыда бірінші жылдары біз жаңадан үйленген кезде түсініспеушіліктер болды енді. Ол ер адам сен жұмысың түсінбейді әйел адамы, Әйелдің табысында береке жоқ деген жаттау. Ол өзінің жұмысы бар, мен өзім ақ асыраймын сенің ондай үйтіп жүргенің керек емес, кеш қалып деген сияқты. Енді қазір ол түсінді, көрді, қалай елмен, халықпен біз тығыз жұмыстар жасап жатырмыз, қалай біз өзіміздің адал еңбегімізді тауып жатырмыз. Қазір керісінше өзі қолдап жүреді, өзі идея тастайды. Өзі мата таңдауға барған кезде идея тастайды, мына матаңды алмайсың ба, мынандай алмайсың ба деп отырады маған. Одан артық қандай қолдау керек? Менің шығып жатқан тақияларым, көрпелерім, қызына жүгіне салатын барлығы сол кісінің идеясы, мысалы үшін. Ондай адам қасыңда қолдауың болған қандай жақсы. Тамаша. Бір өзің идеяң жетпей жатса, қасыңа келіп бір идея қосып жібереді, шабытыңды еселейді. Сонымен шабытың еселейді, керісінше өте қолдайды. Мысалы үшін біз биыл Дубайға показға бардық, Emirates Fashion Week деген. Сол кезде де өзі алып барды, өзі қатыстырды, өзі алып келді, қасында қолпаштап жүрді, матаны да бірге таңдадық екеуміз. Сондықтан мен ол оймен келіспеймін. Керемет. Ұлттық брендті насихаттап, ұлттың алғысына бөленіп, қазақылықтың бояуын қанық етіп, елдің алдында жарқырап батасына бөленіп жүре беріңіз дегіміз келеді. Алтын уақытыңызды бөліп біздің бағдарламаға қатысқаныңыз үшін көп рахмет. Біз сізден бұрын сіздің өнімдеріңізді ел ішінде көп көреміз. Енді өзіңізді де көбіне телеарнадан, арнайы бағдарламалардан жиі көруге ниеттіміз. Рахмет көп. Рахмет сізге де үлкен, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздердің де бағдарламаларыңызға творчестволық табыс тілейміз, өсе беріңіздер. Сіздердің әдемі сұхбаттарыңызды көре берейік. Рахмет көп.